ИП-ға әлеуметтік төлемдерді төлеу үшін Каспийдан ең бірінші Каспий KZ-ге кіреміз. Одан кейін осы главный экрандағы платежи бөліміне кіресіз. Все деген жазуды басасыз. Штрафы, налогиді таңдайсыз. Астыңғы жағына өткенде платежи для ИП-ны басасыз. Ең бірінші тұрған обязательный пенсионный взносы. Период оплаты таңдайсыз. Екі жерге де өзіңіздің иініңізді жазасыз. Мына жерге 6000 теңге деп сумманы жазасыз, мысалы. Өзіңіздің счетыңызды таңдайсыз, қай счетпен төлейтініңізді. Одан кейін к оплате деп жібересіз. Екінші, социальное отчисление тура солай. Выберите тип платежа. Пеня дегенді таңдамайсыз. Социальный деген бірінші тұрғанды таңдайсыз. Период оплаты, иін, сумма және счетыңыз таңдап төлейсіз. Енді медстраховкаға келген кезде шатаспаймыз. Үшінші тұрғанды төлемейсіздер. Для ИП деп төртінші тұрған взносы дегенді төлейсіздер. Бұл жерде период таңдайсыздар. Иінді таңдап продолжить деген кезде, мысалы қазір период осы, иінді жазайын. Продолжить деп басқан кезде сіздердің автоматты түрде аты жөндеріңіз шығып тұрады. Ары қарай оплата жасай бересіздер.